саламатсыздар. Барлық биылғы 2005 жылғы бітіруші түлектердің барлығына жалынды сәлем. Бәрі де сау саламат жүрген шығар деп ойлаймын. Сол бір жылдары қазіргі сол биылғы 2005 жылғы түлек бітірушілердің бұдан алдын сол 5-ші сыныпқа өткен кезде сол 2 жыл, 3 жыл жетекшілік еткен шығармын. Сол кездерде мынандай бір Алланың әдемі бір нәсіп етуіменен олар бастауыш класста жоғары классқа өткен кезеңі, әрбір жоғарғы класс бастауыштан жоғарғы классқа өтіп жатқан кезде үлкен жоғары класстың сынып жетекшілері сол жақсы шыққан сыныптарды алуға әрекет жасайды. Сол кезде маған ешқандай қиындықсыз ақ бұл класстың Алланың берген бір әдемі үйлесімді несі шығар деп ойлаймын. Күшті бір үйлесімменен маған жетекшілікке берілді бұл класс. Бұл класспен жұмыс жасау маған қиындыққа соққан жоқ. Өйткені мен өзімнің туып өскен ауылым, сол мектепте мен де дәл сендер сияқты түлек болып ұштым. Өзімнің білім берген ұстаздарымның қатарына шамалы уақыттан кейін қайта мұғалім болып кіріп, солардың қатарында жүргеніме бақытты сезінетінмін. Сол бір қуанышыма бұл қос қуаныш болып түсті. Мен төбеге бірақ елі жетпей тұрған төбем көкке жетіп, өзімді бақытты санап, осы түлектермен әлі күнге дейін мақтанам. Өйткені бұлармен жұмыс жасау, жаңа айтып өттім, ешқандай қиындыққа соққан жоқ. Ауылдағы ең өте мықты отбасының балалары. Өйткені бұлардың бастауыштағы сынып жетекшісі Клара апай болды. Әрине Клара апайдың мықты маман, өзінің мінезі де байсалды. Балаларда сондай бастапқы сыныптағы жақсы білімменен әдемі мінез құлықтың фундаменті уже қалыптасып қойған еді. Соны әрі қарай жалғастырып, сәл ғана әрекетпенен үлкен жеңістерге жету ешқандай қиындыққа соққан жоқ. Әрине балалардың білімі, жақсы отбасыдан шыққандығы, тәрбиелілігі осында көрініп тұрды. Енді осы 20 жылдық кездесуді естігелі балалармен бірдей менде де қосымша толқулар болып тұр. Әрине мен басқа мектептерде жұмыс жасадым, бірақ осы түлектерім әрине алғашқы сыныбым болды. Бұлар сияқты ерекше балалар менде қайталанбады десем де болады. Бұлармен жақсы балалық шақ және де жақсы жетістіктер, өте есте қалатын естеліктер өте көп болды. Солармен бөліссеңіз бір екі-үшеуімен. Атап айтқанда деп былай еске түсіретіндей. Атап айтқанда біздің әрбір сағатымыз қызықты, әрбір күніміз қызықты өтті десек болады. Өйткені балалар өте талапты болды, білімді болды, жақсы отбасынан келген балалар болды. Қысқасы бір сараланып, теріліп, осы Клара апайға берейікші деген бір талпыныстағы отбасыларын берген сыныбы болды ғой, бұл бір мықты класс болды. Балалардың барлығы да жаман деп айта алмаймын, мен барлығын сол әрқайсысын сол бар күйінде қабылдадым. Ешқандай балалармен келіспеушілік бізде болған жоқ. Өйткені түсіністікпен қарайтынбыз. Балалардың өзінің ынтасы, білімділігі, тәртіптілігі отбасындағы кез келген нелерде, сайыстарда да біз үнемі бірінші орынды алатынбыз. Мектебімізде мынандай бір дәстүр бар еді. Әр аптаның бейсенбі күні 3-ші сабақ үлкен үзілісте апталық қорытынды айтылатын. Сыныптардың бір аптадағы жетістіктері, сабақтан оқушылардың қалмауы, 4-тік 5-тік жақсы бағаларды қайсы класс көп алғандығы туралы, жалпы мектептегі тәртіп мәселесі, балалардың үзіліс кезінде шуламау, жалпы тәртібі жағынан сондай қорытындыларды айтып тұратын. Сол жаңағы апталық қорытындылық жиналыста үнемі біздің сыныбымыз бірінші орында болатын. Өйткені тәртібі де, білім жағынан да жақсы болды. Одан бөлекте мектепішілік жаңағы 90-дық ашық тәрбие сағаттар болатын, мерекелік іс-шаралар, 8 март, наурыз мысалы, жаңа жыл мерекесі онда тойланатын, сондай сайыстарда үнемі біз бір әдемі тақырыпты алып, мықты сценарий жазып, сонда балалардың құлшынысы жан-жақты ғой, актерлік қабілеттері де мықты. Сондай бір нелерде үнемі бірінші орын алатынбыз. Бұлардың барлығы балалардың ынталы несі. Біз ашық сабақтар, ашық тәрбие сағаттар өткенде басқа класстардың оқушылары біздің тәрбие сағатымыз әдемі болып өткендіктен көруге талпынып біздің
немізді күтіп жүретін олар. Сондай бірде аудандық неде жарыс болады, тазша бала сайысынан. Сонда біздің балаларды дайындап мен алып барам, сөйтсем ол жерде 7-ші класстан жоғары 11-ге дейінгі оқушылар арасында екен, ал менің оқушыларым 5-ші класс болады ғой. Бізге жаңылыс балалардың жасы жаңылысып айтырылған да. Бірақ біз сол дайындықта барып аудандық неден 1-ші орын алып келеміз ғой. Балалардың киім үлгісі, жаттауы енді керемет дайындалғанбыз. Сонда барып мықты орын алып қайттық. Бұның барлығы сол балаларымның талпынысының арқасы, өнері, несі. Менің есте қалатын бір нем, балалармен үнемі балалар маған еркелейтін, мен оларға еркелейтін, тіпті олар мен айтқанымды істемей қалса, бір кез келген бір жиында үнемі өзім қызығып, бір сценарий, бір тәрбие сағаты, бір мерекелерде жақсы дайындықпен күнімен соны бір әдемі шықса екен деп бір мықты сценарийлер жазып, сөйтіп не қылсам, алып барсам, олар бір күнде жаттай алмайды ғой, сабағы бар, басқасы бар. А менде талап сол күні дайындалып келсе екен деп. Сонда жаңағы айтам ғой, мен мынандай мықты жаздым, енді осыны күшті ойнап шығуымыз керек деп. Сонда ішінара біреулер жаттамай қалады. Сонда мен жаңағы ренішімді білдіріп, мен сонда мынанша еңбегімді сендер жоққа шығарасыңдар ма, қалай болды, әлде қызықпай тұрасыңдар ма? Мен 5-ші класспен істегенше жоғары 8-10 класс жетекшілік еткенде олар жоғары класс мен мықтылау бағалайтын бе еді. Сонда қалай соларға кетпеппін сендерден деп кішкене реніш білдіріп, олардан басқа классқа кетейін бе екен деген сияқты бір қорқыныш білдіретін. Олар маған апай жоқ, басқа классқа кетуге бізді қалай қиясыз деген сияқты көңіл білдіріп, бір-бірімізге сөйтіп еркелеп қатты ауыр немен өтпедік негізі. Қысқасы мен ол классыма деген махаббатым үлкен болды. Олардың да маған деген сыйласы, құрметтігі сондай керемет болды. Әлі күнге дейін де айтып жатырмыз ғой, енді бір оқиғалармен есте қалады ғой, бәрі азамат қандай андай болса да, әлі күнге дейін бір есіңізде қалған оқушыларыңыз болады ғой да, жүректе қалатын. Солармен бөліссеңіз, мысалы кеше Түймебай қайда айтып жатыр, менде мына бұзық балалар, жақсы оқитын балалар деп басқа да апайлар айтады ғой, сол сияқты өзіңізде қалған бір болар ғой, бәрібір ерекше балалар болады ғой, солармен бөліссеңіз. Өйткені қазір сізді тыңдап, көшеде көріп отырған адамдар тыңдап, сізді өздері де басқаша сезімде болуы мүмкін да. Бұл естелік қой әрине. Сол бұрынғы жақтарынан еске алсақ, бұл керемет болады. Бір сезіммен бөлініп қалады. Сол жағынан айтсаңыз. Менің әрбір балам ерекше еді. Әрқайсысының ерекше несін сағаттап отырып айтып беруге дайынмын. Бізде бір сондай бір жақсы не болды. Жалпылама, мен негізі балалардың бәрін бөлмедім. Бірдей ұстадым. Олардың несін жалпылама айтуға тырысайын негізінде. Бізде бір сондай не болды. Біз барлық кезде үнемі менің айтқан тапсырмаларымды балалар орындауға әрекет жасады. Мен де олардың несін орындауға, талаптарын орындауға бала болған екен, олар біргелесіп, табиғатқа серуендегісі келеді, туылған күн бірге атағысы келеді. Кез келген балада арада достық болған екен, сыныбымен бірге кез келген нәрсені тойлағысы келеді ғой. Бізде бір қызық сондай бір жағдай болған. Соңғы осы оқу жылының соңында барлық сынып жетекшілерге мектепті басшылығы жағынан айтылады, сыртқа шығып көгалға, жаңағы маевка дейміз ғой, былайша қарапайым жалпақ тілмен, сондайға шығуға рұқсат етілмейді деп ескерту жасап қол қойдырып алады ғой. Сондай бір жағдайда барлық сыныптардың жетекшілеріне қол қойдырып сөйтіп жатыр. Оның қатарында мен де қойғам. Сөйтіп жаңа балаларым айтады, сонда біз маевкаға шықпаймыз ба, біз сыртқа демалмаймыз ба? Мен айтамын, жоқ, біз шығамыз. Біз қалай шығамыз? Жұрттың бәріне тыйым салынып отыр. Мен бір шарасын табам. Сендер менің барлық тапсырмамды орындап, біз үнемі алда келе жатырмыз ба? Мен де сендердің жағдайларыңды жасаймын. Сонымен сосындай бір оқиға болады. Біз балалық кезімізде, мен дәл сол мектепте жаңа айтып өттім. Өзім туған жерімде, өзім мектебімде оқыдым. Мен шамалы уақыт, бір 2-3 жылдан кейін ғана дереу қайтып мектебіме мұғалім болып қайта орналастым өзім мектебіме. Сол мектепте өстім. Біз кезімізде туризм, салют деген нәрселер болатын. Жаңағы сол кезде мынау Калинин деген жер бар. Сол жерде бізді туризмге алып баратын, география пәнінен. Ол жерде мықты 3 күн палата тұтып, жаңағы палатка тұтып, 3 күн сол жерде 3 күнде түрлі сайыстар болады. Ол жерде биологиядан да болады, географиядан болады, қысқасы физкультурадан да болады. Бізді жетекшілік етіп мұғалімдеріміз алып барып, енді ол жерде мықты сайыстар болады. Сол сайыстар кейіннен мынау егемендік алғаннан кейін ондай нелер, ұйымдастыру нелер тарқап кетті ғой. Сол балалық кезім елестеп, өзім қайта есіме алып, бізде сондай қызықтар болушы еді ғой.
соны қайталадым ғой мен. Сөйттім де әдемелеп сценарий жазып, мықты программа түзіп, ол кезде біз табиғаттың аясына шығамыз балалармен, табиғатпен де байланыстыру керек балаларды, біз оны қалай қорғаймыз, қалай зиянымызды тигізбейміз, сол сияқты әдемі үйлестіріп, біз таңғы сағатта мынандай уақытта жиналамыз, бізде көлік болады, біз бір күндік тамағымызды, обедімізді, кешкімізді салып аламыз, ол жерде таза тамақтану, табиғаттың ауасында қандай жарыстар өтеді, сол сияқты барлығын программасымен мықты қылып жазып, барлық сайыстар өткен кезде қандай сұрақтар қойылады, қайсы пәндерден қандай қатысы бар оның, сол жерде обед уақытысында не жасаймыз, табиғатқа зиянымызды тигізбеу үшін қандай ықтият шарттар қолданады, соның барлығын тізбектеп жазып, сөйтіп әдемі үйлескен сценарийді жаңағы тәрбие завучымыз бар ғой, Қалқұл ағай, алып барам. Ағай айтады, саған бұл қалай, барлығына тыйым салынып сөйтіп жатса, сен мына тірлігің не деп. Мен айтамын, ағай, мен ешқандай заңсыз ешнәрсе істеп тұрған жоқпын. Балалармен табиғатта іс-шара өткізім келіп тұр. Ата-аналардың бірі екеуі болады менің қасымда. Сіз мына программаны қараңыз, қалай әдемі үйлескен, ол жерде ешқандай заңсыздық жоқ деп. Сосын мен қолыма қайта ұстатады. 2 күн 3 күн қол қоймайды, ағай келіспейді. Мен қайта кіремін, ағай, мен балаларымды табиғатқа алып шығуға сондай уәде беріп қойғам, сценарийім жазулы қолыңызда тұр. Сөйтіп ағай айтады, жоқ, мынаны алда директорге өзің көр, егер рұқсат берсе мен қарсы емеспін, бірақ мен оған дейінгі қолымды қоймаймын дейді. Жарайды, Қалқұловтан алам да, ол кезде Ахметов Сапар ағайдың алдына кірем. Ағай, менде мынандай іс-шара бар. Ол кісі қарайды, ұзақ қарайды. Жарайды, мен ертең мынаны алып кет танысайын саған ертең неғылам. Сонымен ағай асықпай әдемілеп қараған шығар. Ана жердегі барлық нәрсеге келіседі ғой. Сөйтіп қолын қойып береді. Міне керемет. Ешкім шыға алмай жатқан кезде біз сондай программамен бәрін үйлесімді, заңды, әдемі, сондай балаларға білімді не берілетін, қызық табиғаттың аясына шығып, біз демалдық, түрлі сайыстар ұйымдастырдық. Енді оны сайыстың әрқайсысын жеке аралап жататын болсақ, оны қаншама уақыт кетеді. Сөйтіп керемет демалып, ішкен жеген тамағымыздың орнының бәрін, қайта мусорларымызды жинап, жаңа қазан ошақ құрғанбыз, оның барлығын жауып, көміп, табиғатқа ешқандай зиянсыз қалай қарым-қатынаста болу екен бәрін көрсетіп, демалып қайтқанбыз. Оның барлығы балалардың үнемі менің тапсырмамды орындап, тіпті мектептің басшылығы да бұлардың үнемі бірінші орында жүргендігінің арқасында тәртіпті ешқайда бұзбайтындығымызды, ешкімге зиянымызды тигізбейтіндігі балалардың да соны байқағаннан кейінгі рұқсат қой, әйтпесе бүткіл районда бұндай нәрсе рұқсат беріліп жатқан жоқ еді. Мен енді сөзіңіз аузыңызда ғой. Қазір өзіңіз кеше Клара апаймен де айтсам, екеуінің атын атаңыз десем атамай еді. Сіз де атамай жатсыз. Енді сұрақты басқасынан айналдырайық сізге. Мен айтайын деген ол емес, мен айтайын деген түсінемін, ішінде бөліп жармайсыздар, бірақ бәрібір бір ерекше бала болады ғой. Қазір енді өзіңіз керемет айтып жатсыз да, мұғалім мен ұстаз бен оқушының арасындағы байланысын әдемі орнатқан жас мұғалімнің жұмысын айтып отырсыз, әдемі келтіріп отырсыз да. Иә, оған біз баршамыз, оны мен өзім де айта аламын, неге мен сіздің классыңызда оқымасам да, но бірақ біз қызығатынбыз сіздердің класстарыңызда сол кезде жүріп та, бірақ ішінде ерекше балалар болатын сізде. Біздің классқа кейін лицейге өткен кезде оның бәрі байқалған бізде. Кәдімгі, өйткені лицейдің өзін сүйрелеген да ол балалар. Содан кейін айтып жатырмын, ішінде балалар бар. Әрине. Маған десе сіз бәрін атап шығыңыз. Просто ол балалар естелік. Қазір мен өздері айтып жүрді, әлі күнге айтады. Біздің Дүрия апайымыз, білемін, сіз 2-3 жыл оқығансыз, бірақ біздің Дүрия апайымыз деп айтады. Мен просто соны айтайын дегенім, бір екеу болса да айтсаңыз, бұл қалай айтсам екен, біз сізбен оқушының арасындағы 20 жылдық андай бір көрінісі ма дегенім ғой, естеліктің бір көрінісі ма деп жатырмын. Жағы бөліп жармайсыз, бұл жерде қаласаңыз бәрін атап шығыңыз. Просто бір оқиға болған ғой сіздерде. Айтамай тұрсыз да, бір айтпай жатсыз. Жоқ, айта аламын, барлығын да айтып шығайын. Бір оқиғаны айтсаңыз, бұл оқиға сіз, мысалы, мына бала өйстіп қойды, оның орнын былай жауып жіберді деген сияқты. Клара апай да кеше айтады, еш айтпай жатыр, соған ғой айтып жатқан. Бір мүмкін болса, бір 3 бала. Созбаймыз да, 3 бала болса, мүмкін болса айтсаңыз. Ешкім оған ренжімейді. Просто мына жерде залда қазір бұл Абдырахым қызы бір ерекше сәт болсыншы деп жатырмын. Иә, болды. Менде жалпы былай жаңа өзіңде айтып отырсың ғой, балалардың шынына келгенде бәрі де талантты болды, бәрі де мен әрқайсысын өз сол қалпында қабылдадым ғой. Ол жерде жақсы жаман деп айта алмаймын. Біреу мысалы математик болар, біреу физкультурник болар, мысалы да маман несі бойынша.
жалпы менде мықты балдар өте көп болды. Самат болды, Есенбеков Самат, Омаров Нұрлан болды, Бақторазова Жансыл Жәмиля болды, Әмірбекова Динара, өте көп болды ғой негізі ол класста ше мықтылар. Қанадилова Қатер апайдың қызы Айгерім болды, Махатова Жансұлу болды, тағы кім болды, Жанболат пен Әлжан мысалы қазір өздерінің ата анасының жолын қуып мысалы мұғалім болып қайта мектепке келіп ол да бір үлкен мәртебе. Әлжан болды, Нұрлан болды, айта берсең мықты балдар өте көп болды ғой. Енді бір ерекшелігі, балалар мықты, өте мықты еді. Мен есімде маған 5 класста келген кезде ол класста бір 9 ба 11 ма есімде анық жоқ, озат оқушылар өте көп болды. Содан бүйтіп қарасам, байқасам, 1-2 оқушым да үздік оқушылардың қатарында оңай ғана бола алады да, бірақ бірер төрттер болды да. Сөйтіп мен айтамын, сен қалай мыналардың қатарына қосылып, бірақ шақ қой сенде, давай әрекет жаса деп. Сонда біз ары қарай әрекет жасап, тағы 4 оқушы қостық қой үздіктер қатарына. Сонда мектептегі үздіктер қатары өте жоғарғы сынып болып тағы да көтерілдік қой. Осындай ерекшеліктері бар. Енді қараңыз, тағы да бір ерекшелік, бір есте жақсы қалатын нәрсе. Менде Сқақбаев Еркін деген бала болды. Еркінді жаман бала деп айтамаймын. Еркіннің өте энергиясы көп болды да. Ол үзіліске шықты ма, ол жүгіріп коридорда ойнақысы келеді, бала ғой. Сөйтеді, мен айтам, бізде менің бір қағидам, балалар менің сынымда ешқандай минус жағы айтылмаса екен деймін да. Сөйтіп бірде кезекшілер болады коридорда. Сондайдың несіне, тізбесіне ілініп қапты да Еркін. Сөйтіп айтам, айналайын, жаныма шейін Еркін, мен де сен сияқты үзіліс болса болды, жүгіріп ойнағым келеді. Дұрыс түсінемін, сен энергияң мықты деймін да. Барлық бала ойнағысы келеді. Бірақ сен мектепті дәл үстеп, сен сияқты, мен сияқты бәріміз топалаң шығарып жүгіріп ойнай берсек, бізден кейін де бала оқу керек қой мына жерде. Сол жағын ойлаш, сосын тағы да бір ауыр жағдай, бір мынандай жағдай. Мен учительскийде отырамын мұғалімдер бөлмесінде. Мен айтам, мен кеше ғана осы мектептен сендер сияқты түлек болып шықтым деп. Қасымда өзімнің кеше ғана маған сабақ берген ұстаздарым қатарында мен өзім бақыт сезініп отырам да. Мен қалай сонда кеше бітіріп кеткенім, айналам бәрі кеше мен ғана оқытқан ұстаздарым, солардың тең-бетең отырған кезде өзімді бір керемет сезінемін да. Сондай сезімде отырған кезде мұғалімдер жиналысында мен алады да, Тастанова, сенің классыңда мынасындай оқушы жүгіріп тәртіп бұзды деп айтады. Айналайын, Еркін, қараш, мен бүткіл өзімді оқытқан мұғалімдердің арасында мен жүзімді жерге қараттым ғой деймін да. Сөйтіп, бірақ сен түсінем, дұрыс, бірақ қарашы, сол жерде мен қатты ұялдым ғой деп та. Бізде бәрі плюс болып келатыр еді деп. Сөйтсем, үндемей жерге қарап, сосын сонда да бүйтіп қатты көңілдеріне тимеуге әрекет жасаймын ғой. Осындай бір әрекеттерменен маған осындай минус болып жатыр, мені ренжітіп жатыр, мен сен арқаңда өстіп кішкене ұялып қалдым өзім ұстаздарым артында деген сөздермен ғана бері қарай қайтады ғой балалардың бір артықша бір іс-әрекетпен бүйтіп қатты қиналмайтынбыз. Енді апай қазір әдемі айтып жатсыз ғой Еркін туралы. Еркіннің негізі қазір ауылда Құдайға шүкір жұмыс істеп жатыр. Аллаға шүкір. Оның бала шағасы қазір енді сізге немере болып келеді деп айтайық. Оның бала шағасы қазір Өзбекстан еліне шығып, өзіміздің озат оқушылар қатарында ғой. Вот, міне әрине. Спорт әлемінен қазір жақсы нәтижелер көрсетеді. Не деген керемет, Ол да бір сіздің өзіңіздің осындай тәрбие бергеннің арқасында міне бала шағасына сондай тәрбие беріп жатыр да. Міне жағда айтатынымыз, біз өзіміздің арамызда сіздің оқушыңыз ол да. Мына осы 20 жылдықты ұйымдастырып жатқандардың ішіндегі қатарындағы бірі, біз өзіміз директор дейміз оны, Мірәлиев Бекжан бай. Сол жайында айтсаңыз, өйткені оның орны да бөлек. Әрине. Біз өзіміз жігіттердің арасында директор дейміз. Сол жайында айтсаңыз. Мен кеше ғана кездесуге бардым ғой мектепте. Кеше ғана айтып жатырмын, Бекжан, сен әдемі үлкен жігіт болып өсіпсің ғой. Біз Бекжанды кезінде Тазша бала дейтінбіз. Жаңа айтып отырмын ғой, біз районға Тазша бала сайысына бардық деп. Бірақ өзіміздің жасымыздан қайда үлкен? Ол жерде 7-ші класстан 11-ші классқа дейінгі аралықта барған ғой. Ал біз 5-ші класспыз. Міне көрдіңіз ба, сол жерде, мысалы Бекжан 5-ші класста, ол Тазша баланы 41 өтірігін жаттау деген ол кез
кез келген адамның Иә, қолынан келмейді. Міне мықтылығы сол кезде жаттаған ғой. әрине Бекжан жаттаған кезде оның барлық кейпі де келіп тұрды ғой тазша балаға. Одан кейін сондай қырық өтірікті үйлестіріп айтқан кезде оған тілбайлық керек әрине. Сол рөлді сомдап ойнап шықты Бекжан. Әдемі ойнап шықты. Не деген қырық өтірік анау нені жаттау үшін қандай еңбектер жұмсады. Сонда бастапқысында Бекжан айтады ғой, неге мен сонда тазша болуым керек па, неге өйтіп жатсыз деп. Мен айтам, Бекжан, бұл жерде сенің барлық кейпің, образың келіп тұр. Сен сол кезде сен ол қазақтың үлкен әдеби тарихта қалған кейіпкерді ойнау деген ол екінің бірінің қолынан келмейді. Мен саған осындай нені сені ақтап шығады осыны деп тапсырып отырмын деген сияқты да. Өте керемет. Бекжан деген енді сол заманның, қазіргі заманның да мен мысалы тазша бала деген бір аты дұрыстау бір неғып естілетін шығар, бірақ ондай бала болу енді екінің бірінен. Қабілеті қазірдің өзінде бар. Айтып отырмын ғой, анада директорды бекер айтпағанбыз. Иә, апай, біз сізбен қазір 10-15 минут көлемінде әдемі сұхбат қылдық. Өзіңіз айтпақшы, біз сіздің классыңызды айтайын десек, бір күн де жетпейді бізге. Қанша сағат отыруымыз керек, әңгіме айтуымыз керек. Енді өзіңіз мынау ұстаздарға, алдағы 2025 жылғы түлектерге бір жақсы ниет, жақсы тілектеріңізді айтсаңыз. Енді Айбек жаңағы өзің айтпақшы, менде 32-31 бала болған болса, оның каждыйын отырып талдап, әрқайсының мінезін, әрқайсының жақсылығын айта беретін болсақ, таусылмайды. Неше сағат, неше күндер отырып кітап, дастан жазуға да болады. Енді айтып отырмын ғой, сол кезде мен балалармен жұмыс жасаған кезде мен өзімді бақытты сезінетінмін. Олармен қанша сағаттап жақсы күндер, жақсы естеліктер қалды есімізде. Енді айтарым, міне 20 жыл өтіпті. Сол балалардың мен ойламайм олардан бір артқа тартар нелер шығады депті. Үміт артам, олардың каждыйынан жаңа айтып отырсың ғой, Еркіннің балалары қазір не деген озат оқушылар шетел асып өнерін көрсетіп жатыр деп. Иә, олардың сондай ұрпақтар тәрбиелейтініне, сондай үлкен отбасыларға, мықты отбасылар құрып, мынау егеменді Қазақстанымыздың гүлденуіне әрқайсының септігі тиетініне мен сенетінмін. Олардан үміт бір ғана мен емес, бүткіл ата-анасы бар мынау мектептен тәрбиелеп отқан ұстаздардың үміті үлкен. Соларды үмітті, мықты, сенімді атқарып жүргендіктеріне мен еш күмәнім жоқ. Өзімде сол мектептен, сол ұстаздардан білім алып шықтым. Аллаға шүкір, жетістіктер сол кісілердің еңбегі. Мен де бұл шәкірттеріме үнемі сендім. Өйткені сол кезде уже бейімеді олар бар жақсылыққа. Әлі де өзің айтып отырғандай олардың ұрпағы да өздерінің тектілігін әрі қарай жалғастырады. Өмірде жалпы кеше айтып отыр ғой, біреу кейбір балаларымнан сұрап, сен қайдасың, не бітірдің, қандай оқуды? Мен мүлдем оқи алмадым дейді. Жарайды, мүлдем бір мақсат емес бір нені бітіру. Өмірде орның бар ма, жұмысың жасап жатсың ба? Иә, мен үлкен бір кәсіппен айналысып жатырмын, мынандай сауда саттықпен болды. Міне соның өзі жеке өзіңе жұмыс жасау деген сөз. Өзіңе жауапкершілік алдың ба, отбасыңды асырап тұрсың ба жауапкершілікпенен, оның өзі уже жауапкершілік. Болды, өмірде әркім өзіне жауапкершілігін алып, жақсы адамдар қатарында болу ғой. Соңғы тілегіңіз 25 түлектерге және ұстаздарға. Иә, сол Тоқаш Бердияров орта мектебінің ұстаздары әрқашанда мерейі жоғары болсын. Мені де оқытқан ұстаздар қашанда болашағынан еш жамандық көрмесін. Мына түлектеріме де айтатыным, мектепті әдемі жетістікпен бітіріп кетті, болашақта да сондай үнемі жетістікте болады деп сенемін. Дендері сау болсын, қашанда әдемі ұрпақтардың, үлгілі отбасылардың бірі болып, қашанда еліміздің көркеюіне, әрбір отбасының мықты болуына себепкер болып, мықты азаматтар болып жүре берсін.